Менің анам ғой, өлейін деп отқан. Сен түсінше сен адамгершілік бар ма? Бұл аудионы Ильяс Сариев Жансұлу есімді келіншекке жіберген. Мақсаты жалғызбасты анаға несие алдыру. Алайда Жансұлу несие алып бере алмаймын дейді. Бірақ Ильяс анасының ауырып жатқанын алдыға тартып, өтініш емес келіншекке талап қояды. Шешем ауырып тұр деп айтып тұрмын, көріп тұрған жоқсың ба? Көріп тұрсың ғой, бәрін көріп тұрсың ғой, ақиқатын не? Өлсін деп отырсың ба ана? Реанимациядағы адамды. Жансұлу Ильясқа құдайдай сеніп, оның туған қарындасына 2 миллион теңге несие алып береді. Алайда ол қыз Ильястың қарындасы емес, сізбен бізге таныс Ақтоты болып шығады. Ең сорақысы Ақтоты келіншектің телефонын алып, басқа банктан тағы да 1 миллион теңге несие шығарып, дереу өзінің шотына аударып алады. Мұны Жансұлу тек келесі күні байқайды. Бұл дерек бойынша да Ақтоты мен Ильястың үстінен қылмыстық іс қозғалды.